Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін швейцарлық меренгадан безе дайындайтын боламыз. Безелер қазіргі таңда торттың бетін әсемдеуде жақсы танымалдылыққа ие. Онымен қатар, бұл безелер жидектердің маусымы болмаған кезде торт әсемдеуге өте арзанға шығатын таптырмас нұсқа болып табылады. Бізге безені дайындау үшін керекті заттар: бұл жұмыртқаның ақуызы, қант ұнтағы және де крахмал. Жүгері крахмалын қолданған дұрыс, егер болмаса, картоптікін де қолдана берсеңіздер болады. Енді осы ақуызға қантты салып, пеште қайнап тұрған судың үстіне қойып, қант еріген уақытқа дейін күтеміз, яғни су моншасында ерітеміз. Әр уақыт араластырып тұрамыз, және де ыдысымыздың асты суға түйіп тұрмауы керек. Осылай қолмен тексерген уақытта қант түйіршіктері сезілмесе, пештен ала берсек болады. Енді бірден осы массаны миксердің жай жылдамдығынан ең үлкен жылдамдығына біртіндеп қосып, жақсылап миксерлейміз. Безе дайындайтын ыдысымыз да, миксердің венчиктары да құрғақ болуы қажет, және жұмыртқаның ақуызына 1,1 грамм сарыуыз түсіп кетпеуі керек. Масса осылай ағарған кезде қант ұнтағын илеуіштен өткізу арқылы қосып, меренга өз қалпын жақсы ұстағанша миксерлейміз. Бұл процеске 8 минуттан 15 минутқа дейінгі уақыт кетуі мүмкін. Оның барлығы сіздердің миксерлеріңізге байланысты болады. Миксердің қуаты көбірек болса, демек тезірек дайындалады. Енді крахмалды қосып, тағы 30 секундтай араластырамыз. Біздің масса дайын. Қалауларыңыз бойынша боясаңыздар да болады. Мен бүгін қызыл түсті бояғышты сәл қосып, осындай ақшыл қызғылт қылып жасадым. Енді өзіміз қалаған саптаманы алып, кондитерлік қапшыққа массаны салып, безелерге әртүрлі пішін береміз. Осындай түрлі посыпка себу арқылы безелерді одан әрі әдемілеуге болады. Безені пештің 70-90 градус шамасында 1,5 сағат уақыт кептіреміз. Безені үлкен температурада кептірсеңіздер, жарылып, өз қалпын жоғалтып алады. Безелер дайын. Бұндай безелерді торттың үстіне әшекейлеуге қосаңыздар да болады. Немесе отырып шай ішкен де өте керемет. Үстеліңіздің сәніне айналып кетеді. Егер сұрақтарыңыз болса, астындағы комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
әлі алда өте көп рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеу Құлайзат. Барлықтарыңызға сәттілік.